Баршаңызға қайырлы күн әріптестер. Бүгін біз сабақты қорытындылау әдісімен танысатын боламыз. Ең әуелі менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Веер әдісі. Қағазды веер пішінде бүктеп, әр партаға таратамыз. Және де бір оқушы бір бөлігіне сабаққа қатысты сұрақтарды жазса, екінші оқушы сол сұрақтарға жауап жазады. Мейлінше қысқаша болады. Солай сұрақ алмасу арқылы бүгінгі сабақты қалай түсінгенділігін білетін боламыз. Келесі әдісіміз ол даналық ағашы. Тақтаға осындай ағаш тәріздес сурет шығарып қойсаңыз болады. Және де оқушылар ішінен бір жүргізуші сайланады. Жүргізушінің қолында қорап немесе сандықша болу керек. Оқушылар тақырып бойынша ашық сұрақтар құрастырып жүргізушіге береді. Сұрақтар құрастырылып біткен соң оқушылар сандықшадан кез келген сұрақты алып жауап береді. Жауап пен сұрақ сабақ соңында бағаланады. Яғни осы арқылы сұрақ қою арқылы оқушының бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгенділігін білетін боламыз. Және де сол сұрақты ауызша айтса да болады, немесе стикерге жазып тақтадағы тұрған ағашқа жапсырып өтсе болады. Келесі әдісіміз ол батискоф деп аталады. Батискоф дегеніміз ол су астын зерттейтін терең су камерасы болып табылады. Екі топ бір-біріне кезекпен сөздер жасырады. Топтың бір оқушысы қимылмен өз тобына жасырылған сөзді жеткізуі керек. Келесі әдісіміз бір қадам алға. Бұл әдісті мұғалім сабақ басталмас бұрын жасауға болады. Мұғалім есіктен кіргеннен кейін өткен материалдағы байланысты сұрақтар қояды. Яғни алдыңғы өткен сабақты сұрақпен сол тақырыпты еске түсіруге болады. Жауап дұрыс болса бір қадам алға жылжиды, ал қате болса бір қадам артқа жылжиды. Мұғалім столына жеткенше бірнеше сұрақ қою арқылы оқушының зейінін ашып, және де өткен тақырыпқа қайталау жасап өтсе болады. Келесі әдісіміз ол А, Б, С деп аталады. А сұрақ қояды, Б жауап береді, С айтқан жауаптармен бақылайды. Яғни оқушыларды 3 топқа бөлесіз, бірінші 3-3-тен отырғызасыз. Және де А сұрақ қоюшы, Б жауап беруші, С бақылаушы рөлін атқарады. Бақылаушы қажетті жерлерін түртіп алып, әңгіме соңында қорытындылайды. Оқушылар осы сұрақтарға жазбаша стикерге жауап береді, ұсыныс тілектерін айтады. Келесі әдісіміз ол аквариум деп аталады. Яғни мұғалім оқушыларды екі шеңбер бойында орналастырады. Сыртқы шеңбер бақылаушы болады, ішкі шеңбер белсенді қатысушылар болады. Ішкі шеңбердегі оқушыларға сіз түрлі сұрақтар қою арқылы бүгінгі сабақты қалай түсінгенділігін білетін боламыз. Ал сыртқы оқушылар, яғни бақылаушылар, олар сол оқушылардың жауаптарын бақылап, өзіне керек жерлерін түртіп алады. Және де олар да өзінің осы тақырыпқа қатысты білмеген сұрақтарын қою арқылы өздері де біліп алады. Және де осы әдісті керісінше жүргізесіз. Яғни сыртқы тұрған оқушыларды ішке кіргізіп, іште оқушыларды сыртқа тұрғызып, балалардың қалай жауап беретіндігін білетін боламыз. Және де сол арқылы бақылау жүргізуге болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз достар.